Қасиетті Меккеде коменданттық сағат орнады. Көшеге шығуға тыйым салынады. 23 наурыз күні король Салман Сауд Арабиясы бойынша COVID-19 індетіне байланысты коменданттық сағатты енгізді. Салман патша дүйсенбіден бастап Сауд Арабиясында коменданттық сағат орнату туралы бұйрық шығарды. Ел тұрғындары кешкі 7-ден таңғы 6-ға дейін үйлерінде болуы тиіс. Вирусқа байланысты бұл іс-шара 21 күнге созылады. Коменданттық сағатты бұзған адамдар айыппұл төлейді немесе түрмеге қамалады деп Сауд Арабиясының ішкі істер министрлігі хабарлайды. Егер де бұл бұйрықты бұзған жағдайда $2,663 көлемінде айыппұл салынуы мүмкін, және патшалықта әзірге коронавирустың 562 жағдайы тіркелген болатын. Біз әлем тарихындағы қиын кезеңді бастан өткеріп жатырмыз, бірақ оның қатыгездігіне, қайғы-қасіретіне және қиыншылығына қарамай өтіп кететінін біз толық білеміз. Сауд Арабиясының королі Салман. Барша мұсылмандар, қасиетті қала Мекке үшін, қасиетті қара тасымыз Қағба үшін дұға етейік. Барлығымыз дұғада болайық.